Аңсаған сәби бағдарламасы бойынша мемлекеттік квотаға эко бағдарламасына жалпы жолдаманы қалай алуға болады, немесе эко бағдарламасын қалай өтсе болады біздің орталықта. Жалпы квотаға іріктеуді өту үшін сіз бірінші кезекте міндетті түрде репродуктолог дәрігердің кеңесін өтуіңіз қажет. Репродуктолог дәрігердің кеңесі тек қана әйел адамдар ғана өтпейді, және де жолдасына да қажетті уролог-андролог кеңесі міндеттелген. Сіз кеңеске келгеннен кейін біз кеңес барысында тек қана сіздің анализ талдауларын ғана көріп қоймай, біз жалпы кіші жамбас составын музейге түсіру арқылы аналық бездің жағдайын және де жатыр қуысының жағдайын көру арқылы, аналық бездегі авариялық қуыңызды бағалау арқылы біз сіздерге тағайындаулар қосымша жасауымыз мүмкінбіз. Жалпы квота алу үшін сізге қажетті анализдер тізімі. Бірінші міндетті түрде гормоналды статус. Бұл ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин және де антимюллер гормонның міндеттелген гормон анализдері, және де күйеуіңізден қажетті спермограмма, морфология, мар-тест көрсеткішімен уролог-андрологтың кеңесі. Және де бұрын соңды сізде қандай да бір операция болса, немесе жатыр түтікшесінің тексерісі болған жағдайда міндетті түрде осылардың қағаз выпискасы қажет болады, немесе жалпы протоколы қажет болады. Осы барлық сіздің анализдер тізіміне, осы анализдердің жиынтығына қарап, сіздің жалпы жас ерекшелігіңізге қарап, авариялық қорыңыздың көрсеткішіне қарап, біз квотаға жолдама бере аламыз. Квотаға жолдама беру барысында протоколға тек қана бір ғана врач дәрігер қарамайды сізді. Біздің орталықта 5 репродуктолог дәрігер бар. Сіздер арнаулы комиссиядан кезектен өтесіздер. Және де көрсеткіштер бойынша біз тағайындауымыз мүмкін ерлі-зайыптылардың кариотип көрсеткіштері. Бұл тек қана қандай да бір көрсеткіштерге байланысты. Анамнез жинау барысында, кеңес барысында біз бұл анализді тағайындауымыз мүмкін. Ары қарай сіз өзіңіздің тұрғылықты жердегі емханада бедеулік бойынша есепте тұрсаңыз, өзіңіз бізден алған протоколыңызды өзіңіздің акушер-гинеколог дәрігеріңізге тұрғылықты жердегі апарып, өз кезегіңізді бұл жерде тағайындалады. Ары қарай мемлекеттік квота, жалпы бізден протокол алғанмен, мемлекеттік квотамен, жолдамамен бізге сіздер уже мемлекеттің тарапынан тұрғылықты жердегі жалпы мекемелерден алып келесіздер. Сіздердің кезектеріңізді біз реттемейміз. Бұл кезекті квота бойынша айтып өткендей тұрғылықты жердегі емхана бойынша реттеледі.